Әділет партиясы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзартуға арналған референдум өткенін қалайды. Әмбе осыған байланысты Нұр Отан партиясы ұсынған демократиялық күштердің жалпы ұлттық коалициясын құру идеясын қолдайды. Бұл туралы саяси ұйым жетекшілері бүгін Алматыда баспасөз өкілдеріне мәлімдеді. Заңгерлердің ойынша референдум демократиялық мемлекеттерге тән тәсіл. Дамыған елдердің талайында тәжірибеден өтті. Тіпті елімізде бұған дейін 2 мәрте болды. Оның бірінде президент өкілеттігі 5 жылға ұзартылса, екіншісінде ата заң қабылданды. Осы жолғы референдумды 5 миллион қазақстандық қолдап отыр. Елімізде 9 миллионға жуық сайлаушы болса, бұл соның жартысынан көбі деген сөз. Сондықтан халықтың талабымен санаспауға болмайды дейді әділеттіктер. Қазақстанда 2020 жылға дейінгі стратегия қабылданды. Оны жүзеге асыру үшін оған президенттің белсенді түрде араласуы қажет деп есептейміз. Онсыз, яғни стратегия авторынсыз ол мүмкін емес. Қазір дамудың бір бағытынан екіншісіне секіріп жүруге қарағанда белгілеп алған мақсатты іске асыру маңыздырақ болып тұр.